Сәлем достар, қалайсыздар? Біздер асылымызбен блог бастауды, блог түсіруді жыл көрдік. Біздің айналамыз шашылып жатыр. Димаш сабақта, Асылым екеуміз гуми блогтарға, анерюктарды қарап отырмыз. Асылым анерияларды, Асылым сурет бояп жатыр. Ер бояп жатыр. Мындай болып түн батып келе жатыр. Түн батып. Мына алмалар. Мына тата. Жаңа наклейка, да? Жаңа бірінші бояған суретін дұрыс. Жаңа. Нашты боям тембетті. Сен де қой. Он не что осындай үлкен раскраска мынау. Осыны бояп, қарап отырмыз. Бүгін бізде бүгін Асылым соңғы барып келді сабаққа. Ол енді 10 күн демалады, каникул. Асылым әдеті осы күндерді анерюктарды қарап отырып, сурет салып отырады обязательно. Егер лебі сурет сал, лебі қара десең, сурет салып отырғанда мен ішім пысып кетеді, қосып қойып қарап отырамын. Ас болсын. Кеше суши заказ бергенбіз. Бір істен салып тастағам, не болып кеткен тұр. Осы сушиді ұнатпаймыз біздер. Осылай жеңбей қалады. Балалар да жемейді, біз де жемейміз. Но сет қой, бір үлкен ішінде 60 штук суши бар. Ішінде басқалар бәрі нормально, именно осы суши жемей қаламыз. Пицца жеп жатыр. Не ол? Сен айтып жатсың? Не че там? Асылым суши жеп, не виноград жеп. Қазір үй жинаймын. Уборка жасау керек. Осы күні клеем мастер аламыз отик. Бұрын қолан жаман ішетін едік, сосын қойып жатырмыз қолан. Мастер алып жүрмін. Леп чай аламыз, фесте, макси чай. Или мастер аламыз осы. Ноутбук сөндірмедім бе? Қазір басқымыз деп тұрсам алдарамыз. Қазір басқымыз деп тұрсам алдарамыз. Иә, газировка ішкіміз келіп тұрса, осы мастерді аламыз. Димаш сабақта, үйде Асылым екеуміз. Сабақ. Сабақта. Сабақта. Достар, көрсетуім келгенмін, Асылым бүгін мынандай мақтауға азалды. Мадақтама дейді. Бауыржан, Асылым өзгеріс жасап, алған тұлғаның үшін мақтаймын. Сенің ерік жігерің мен табандылығың шабыт береді. Мен сені мақтан тұтамын дейді. Бұл магнит тұр, ұстамай тұр. Тағы бір магнит келеді мына жерге. Екіншісі, алдында поделка жасағанбыз ғой. Жапырақтан сумка салғанбыз, сумка жасағанбыз. То есть букет жасағанбыз. Соған Асылым бірінші орын алған үшін Бауыржан Асылым марапатталады. Асылым молодец. Осылай Асылымның мектепте жасап келген жұмыстары мынау емес, біздің поделкамыз. Просто мектепте жасағандары осылай алып келіп қойып қоямыз бізде. Асылым фотосы. Мынаған бір магнит керек. Сәтті қара дейсің. Я алма. Соған қарап бояп жатсың ба наклейкаға? Жоқ. Өзім ойнайын. Күшті бояп жатсың, молодец. Қасымна шеттерді салсымен бояп. Қамарты қысымен бояп. Мына жерде бардак қойып жатырмын. Мынау менің осенний эстетикам. Пирожки пісіріп жатырмын. Ал, картошканы пісіріп жатырмын. Асылым мен Димаш сыртқа ойнауға шығып баратыр. Димаш шығып кетті, енді Асылым шығып баратыр. Димаш сабақтан жаңа келді. Мына жерге жасап жатқан пирожки. Мама, Ал, есікті кір. бетіне жұмыртқа жағым керек, жұмыртқа сарсын. Сосын үстіне де пісім майға жарайды етем.
тестін салып тастаймын холодильникке. Пирожкиларым. И духовкада. Мына жұмыртқа қапты сыртын бетіне. Тек май жағып қойдым. Уже пішірetse? Пирожки. Димаш сырттан кіріп жатыр. Ішіне картошкасы. Мына столға внимание аудармаңыздар, шашылып жатыр, жинаймыз. Тамақ отырмыз. Что пирожки. Мен вечно осы немен ішемін. Тоғда осынбасын дашы. Екеуі осы али кезетті қарай кетіп. Дима, Асыл не қарап жатсың сен? Не қарап жатсың? Мутпен, көзайым дейді, иә. Бұқтарды қарап жатыр. Бізге ас болсын. Біздер мына дубайский шоколадтың дубайский мороженыйды көріп қойып, алып бірінші рет жеп көрейін деп жатырмыз. Ауыр прям. Еще үстінде фисташка екен көрініп тұр мынандай. Сыртында фисташка ма не деп айтады мынаны. Прям үстіне бес. Күшті болып тұр. Ал ашыңдар. Ашыңдар. Маша келмей жүр. Вау! Bir kameramda çekmiş. Türk işi ya. Я вот следую это прям. Димаш қазір. Я фисташка. Асыл бірінші ашып жатыр. Ортасы андай просто так мороженое. Бірақ ішіне фисташка шығатын сияқты қазір. Қалай болып жатыр дәмі? Күшті ма? Мен киіріп отырмын. Асылым көзін қараңдар. Асылым көзін көрсете. Күшті дейді, Асылым ғана жатыр екен. Тусы таптыр сонда да. Димаштың біздің реакциясы. Димашқа похуй екі дүние бір. Күшті ма? Мынау атырмаш. Алдында сендер дубайский мороженый көрдіңдер ғой жеп. Мынау қалай? Құсай ма соған дәмі? Құсамай ма? Бақырма жер ғой. Біздер осы бахрома түрін таптық. Негізі ана магнат түрін іздеп едім, оны таба алмадым. Мына түрін алдым. Енді келесіде ана түрін жеп көреміз, иә? Магнат түрін оған да видео түсіреміз. Достар, мен ашымдықын жеп көрдім. Дәмі деген супер екен. Күшті екен. Мынау деген видеода көрінбей тұр ма? Ішінен деген сливки сияқты жасыл шығады. И ішіне оның ішінде мына темный жасыл болып тұр, тағы күшті. Дәмі деген супер ғой. Асылым ғой, мама арзан ба, күнде алып тұрайық дейді. Мен айтсам қымбат екен. Димаш кайф болып жеп жатыр. Не қағаздан жұлып тастайсыңдар, осылай сіздер де солай ма жегенде? Біздің балалардың әдеті солай. Қағаздан жұлып аяқ тастайды, ал мен өзім несімен қағазды тастамай осылай жеймін ғой.